Өлтіріп алыпсыз ғой нанның бәрін. Нең бар нанда? Сол нан жатсын, сен же контентті көрдіңдер ғой, иә? Барған жерде көріп көремін, мына тары деген езіліп жатады. Ой, біз тары жемейміз деп анда-санда шайға салған болады. Сонымен бұл тары тұра берсе, қасаңсып кетеді дейді. Яғни ана ылғал тартып жібіп кетеді. Сондықтан да мына тарыны қонақ келген кезде десерт ретінде мен пайдаланатын бір методикамды көрсетейін. Ол үшін мінекей, бір кесе аласың ба, екі кесе аласың ба, өзің білесің. Жуамыз міндетті түрде. Бір рет жубасаңдар болды. Бұл үйде қайнатылған тары деген ол нағылмайды. Іштен істемейді. Тек ана қап-қара болып кетпесін деп. Болды, иә? Фильтріңіз күшті ғой? Міне. Мынаны толар батып тұр, иә? Осы нағылып қана. Ештеңе де қоспаймыз, жай ғана отқа қоямыз. Тары деген тез жібейді. Шайға салған өзінде тез жібіп кетеді ғой. Қазір бір қайнаса болды. Сосын суының бәрі сарқылып қалады. Міне, күтеміз. Так, міне, бір 5-6 минут қана болды, қайнап болды. Неке, қараш. Езіліп керемет болып тұр. Жаңа судың бәрі кетіп қалды. Тасылдатып қайнатуға болмайды. Соны енді саламыз. Мен бұған білмеймін, жұрт қайдан алатын, мен өзі бірақ жерден алам қалады. Мен мына қоңыр қантты салам. Осы таза қант деп айтады. Баланың кашысына да, бәріне де, құлақтарыңызға алтын сырға, ақ емес. Қанта еріп кетеді, тұрмайды деп. Біз үйде қант деген вообще жоқ. Не араластырамыз. Мына құрғақ болып кетпеу үшін кішкене ғана міне құямыз, көп емес. Үйге қонаққа келгендердің барлығы жағы артынан самаурынмен шай ішеді ғой. Білетіндер білетін аны. Енді мына таза қаймақ. Қаймақ болмаса бар ғой үйде осы сүтті ғана кішкене құйып, сармай салсаңдар да болады. Мен қаймақпен жақсы көремін. Міне мына таза қаймақ. Ал енді араластырамыз. Сонда кішкене ғана қант болса қаймақ, болмаса сүтке қайнатсаңдар да болады. Ол майсуық болып кетеді ол кезде. Мынау кәдімгі шайдан кейін, тамақтан кейін шай ішкен кезде десерт ретінде әдемі ыдысқа салып беруге болады. Мен қазір екеумізге бұл жерде кесеге сала салайын мынадай. Ақ кесеге салайын. Бұл қонаққа берем дегенше суп кетеді өзі. Тоясың босыған? Тоят шығарым? Бірақ артынан сұрап қалуы мүмкін. Болды. Мына жерге қасық алайын. Кел жейік берген. Әйтеу жұрттың бәрі сөйтіп атып, біреулер құдай-ау, кухонный гарнитуры деген ескі екен, бір балалар жасап берейік деп жатыр. Хабарласып көрем, жасаса жасай берсін. Сосын қалада үйіміз бар, құдайға шүкір. Мен мына сылдырмағым туғалы, сол бала жер үйде ойнасын деп осында жүрмін. Негізі бұл үйді біз дача сияқты ұстағанбыз басында. Қазір өзімізде үйреніп алдық. Негізі қалада үйіміз бар, оны ремонтын Айжұлдыз жасайды. Жаңадан үй алғанбыз. Ескі үйімізді сатып, ана баланың мектебіне баратын жерімізді ойластырып. Оны ремонттан кейін көресіздер, ол жақта енді білмеймін. Мен қазақша қылғым келеді, Айжұлдыз енді жаңаша қылғысы келеді. Современный қылғысы келеді. Сонда да бір бұрышты қазақша қылам енді көреміз. Ал жеп көр, бісміллә. Сметананың қанттың дәмі мороженое сияқты болып тұр ғой. Мороженое сияқты. Осы көрінген жерге барып, осы бір торттарды реклама жасап сөйтіп жүресіңдер ғой. Сосын мынау негізі осы тарыны осылай қаймаққа былғап, мейлі сүтке қайнатсаңдар да болады. Қолдың сарымайын салып, жаңадан қант салып, бал сал деп айта алмаймын, өйткені әркім аллергиясы болады. Әсіресе мынау қаймаққа жақсы деші, мен Айжұлдызды сылдырмақтың кішкентай кезінде 40-нан шыққанша осыны күніне бір рет беріп отырдым. Бұл тары деген өте пайдалы, өте құнарлы, сүтін жатпай жүрген аналарға өте жақсы көмектеседі. Үстіне сүтін қосып тұрып берсеңдер де болады бұны. Кейін бұл тарыменен көп нәрсе бар жасайтын. Соғымның уақыты басталған кезде мен тағы да әжелерімнің баяғыда жасағандарын көрсетем. Сода
қазір айтасыздар ғой сіздер, беттері жылтырап тұр, бетіне не жағады екен деп. Бетке ештеңе жағып берген жоқ. Беттің барлығы осы тамаққа байланысты. Әжелеріміз деген осындай табиғи тамақтарды жеп 83-ке келіп қайтыс болды. Әжем беті жылтырап жүретін. Мен анам да 83-ке келіп қайтыс болды. Екі беті жылтырап жүретін. 80-ге келгенше шашына ақ түскен жоқ. Өткен айына бір-ақ рет жуады ол кісі. Өзінің сабындары бар. Ана біз сияқты химикаттар жоқ қой кәдімгі. күннің көзін түсірмейді ол. Тап-тұйнақтар қылып жинап қой. Не иіс шықпайды, тап-таза. Шашты тарай бересіңдер, тыныштық бермейсіңдер деп сөйлейді ол кісі. Сонда осындай құнарлы тамақтарды ана баласын емізгенде жарытпай жүрген келіншектерге берсе өте керемет. Ал енді операциядан шығып егер асқазанына рұқсат етілген болса, әлсіз болып қалған қарт кісілерге, үйде отырған бір аналарымызға соларға берсе тіптен жақсы. Мен ол контент түсіргенде айтайын дегенім, осы тарыны көп жерде қадірін білмейді. Базарлыққа көп жерде тары әкеледі ғой, қарайын иіс шығып кетеді, тұрған жерінде тұрады. Сосын тарыны келген кезде мен енді анау жақында келгеннен кейін мешогымен тұр ғой, банкіге салып сақтаған жақсы. Кәдімгі 3 литрлік 2 литр банкі бар ғой. Десе жоқ қойшы. Сіз айтпайтын дегенше. Көрсең қазір. Міне бітірді. Жей енді ананы. Мынаны да жей берем. Тура сылдырмақ болды. Сіздің айтып отыр, кенже баласы болды. Иә. Өшпен жей берем ғой. Негізі жақсы болады. Мен қоса сап берейін. Мен күнде жеп жүрмін. Мен мұны таңертеңгі асқа істеймін кейде. Күні бойы шынымен тоғыз жүресің, рахат. Рахат. Вообще чайламайсың, иә? Жұтып алатым. Өте дәмді. Андай тойымды. Енді дайректке жазыңыздар, тағы қандай тамақ керек. Біреу айтты, қарын бүрме жаса деп. Айналайын, қарын бүрме жасаусын білесің бе? Мен қой сою керекпін. Оны баптау керек тағы да. Сосын оған үлкен кухня керек. Оны қайда жасаймын мен қарын бүрмені? Ондай тамақтарды кейін бір асхана ашып жасап, мүмкін жасап қалды. Әзірге мен жасап жүргенім осылай күнделікті. Қыз-келіншектердің қолы жетімді. Ас үйінде тұрған, ешқандай нәрсеге жарата алмай жүрген осын не істеймін деген дүниелері. Және арзан дүниеден осындай сіңімді тамақтарды қалай істеуім болады. Ұнаса, лайк басыңыздар дейме, не дейді? Иә, комментарий күтеміз, жақсы. Жақсы аман болыңыздар. Иә,